Сәлем, iPlus Енді каналына қош келдіңдер. Бүгін біз сендермен ұбытуға дайындық кезінде жіберілетін 5 қателік жайлы сөйлесеміз. Олар сендердің балдарыңды түсіріп жіберу мүмкін. Сондықтан да олардан қалай аулақ болу керектігін көрейік. Бірінші қателік – маңызды тақырыптарды елемеу. Кейде оқушылар тек өздеріне оңай келетін нәрселерді ғана оқи береді. Алайда ұбыту бәрін тексереді, сондықтан да әр тақырыпқа жеке көңіл бөлу керек. Екінші қателік – тым көп кітаптар мен курстар алу. Кейбіреуі барлығын қамтимын деп бәрін бірден оқып шатаса береді. Сондықтан да ең дұрысы бірнеше сенімді кітап таңдап жүйелі түрде оқу. Үшінші қате – уақытты дұрыс жоспарламау. Бір тақырыпқа көп уақыт жұмсап, қалған тақырыптарға уақыт жетпей қалуы мүмкін. Уақытыңды дұрыс бөліп, әр тақырыпты оқып, қайталауға ұмытпа. Төртінші қателік – демалуды ұмыту. Күні бойы оқи беру ол да дұрыс емес. Денеңді демалдырып, уақытылы ұйықтап, серуендеу керек. Бұл сенің миыңды тынықтырып, өзіңді жақсы сезінуге көмектеседі. Бесінші қате – сұрақ қоюдан ұялу. Арадағы қарым-қатынасын зерттейтін тармағы. Таймирис, сұрақтарың бар ма? Мұғалімнен немесе достарынан көмек сұраудан қорықпа. Сұрақ қойған сайын бәрі анықталып, жеңілдей түседі. Міне ұбытуға дайындық кезінде кездесетін 5 қателік. Біздің кеңестерімізді қолданып, бұл қателіктерді жасамауға тырыс. Егер видео ұнаса, бізге лүпіл басып кетіп, каналымызға тіркеліп кет. Келесі видеода кездескенше.